Сәлем достар, бүгін бізде 28-29 тақырып 6 сынып, міне 6 сынып. Вот осы тақырып. Осының ашық және жабық тестін орындайтын боламыз. Вот бұл жерде біріншісі Батухан әскерінің үлкен бөлігін жасақтар, ал бүкіл әскердің 1/3 бөлігін атты әскер құрады. Аны өшіріп тастайсыздар. Мен аны өшіріп тастайсыз. Атты әскерлер құрды. 1241 жылы бату жасақтары Европа әскерлерін талқандап, Адрия, осын жазасыздар, Адрия теңізіне шықты. Бұны мен айтып атқан бүкілі дұрыс. Сенбесеңіздер мына жақтардан іздеп көрсеңіздер болады, басқа мына беттерден. Сосын Батухан әскерлері талқандаған орыстар емес, орыс князьдіктары алтын ордаға тәуелсіздікке түсті. Қаржы саласын, салық жинауды, ішкі саясаты басқақтар басқарды. Алтын орда 1359-1380 жылдары аралығында сарай төңкерістері болып, тақта 20-дан астам хан ауысқан. Жабық тестке өтейік. Бату жорықтарының барысында ертістен Дунайға дейінгі кеңістікке билік еткен жошы хан. Бізде ал екінші алтын орда хандарының ішінде бірінші болып исламды ресми дін етіп бекітіп орталыққа тәуелсіз саясат жүргізе бастаған билеуші Берке хан. Алтын ордаға ханнан кейінгі тұлға бек. Атқарушы билік органы диуан басшысының лауазымы уәзір. Батудың билік еткен кезеңі 1227-1255 жылдар аралығында. Сау болыңыздар. Осымен біздің мынау меніміз бітті. Маған тағы да бір ашық және жабық тесттер керек болса, маған жаза кетіңіздер комментке. Сау болыңыздар.